Бәлетің тұрмады ғой. Ладно, былай көрсетейін. Не мынау трос келіп тұр ғой. Мына жерге өзінің орнына ше міне. Не қозғалып тұр, иә? Соны мынаны тросты былай қарай мына жерге мына шектегіш тұр ғой мына жерде міне. Осымен осының шеті мен мынаның арасы 1 мм болу керек міне. Осындай ғана болу керек. Осындай қылып қоясың мына жерге. Сосын мынаны бүйтіп жіберіп қаласың. Мына жерден тіреп тұр былай. Мына резинка мына жерге қыстырылып қалмасын. Мына резинка мына жерге қыстырылып қалмасын. Осы жерден былай қарай қолмен ұстап тұрасың да. Мынау ар жақта коробкада шарт етіп отқан коробкада ол. Не, осылай кітап бойынша осылай келтіру керек. Бір келтіргенде келмей қалса, сосын жүріп тексеріп қарайсың ғой. Газды басып қалған кезде, орташа басып қалған кезде, ол сол кел жатырған жылдамдықты сәл арттыру керек. Егер одан да күшейтіп бассаң, сол кезде мынау тартады коробканы. Тартқан кезде төменгі скоростьқа лақтырады. Төменгі жылдамдыққа да 4-пен келе жатсаң 3-ке лақтырады. Газды одан да төмен бассаң 2-ге лақтырады. Сол кезде мотордың айналуы 4,5-5 мыңға шейін кетіп қалуы мүмкін. Енді өйтіп кетіріп көрген жоқпын, бірақ сондайға кетеді. Газды өкіртіп бассаң.